Бүгін біз период және топ бойынша элементтер қасиетінің өзгеру заңдылықтарын қарастырамыз. Жалпы өзгеру заңдылықтарына келетін болсақ, негізгі үш өзгеру заңдылығы бар. Олар атом радиусының өзгеруі, элементтердің тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш қасиеттерінің өзгеруі, үшінші элементтердің қышқылдық негіздік қасиеттерінің өзгеруі. Атом радиусының өзгеруіне келейік. Ең бірінші атом радиусы дегеніміз не? Соған тоқталсақ. Атом радиусы атомның ядросы мен сыртқы қабаттағы электронның ара қашықтығын айтамыз. Оны R деген әріппен белгілейміз. Енді атом радиусының қалай өзгеретінін қарастырсақ. Периодтық кестеде біз период және топ деген ұғыммен танысқанбыз. Период және топ дегеніміз элементтердің орналасу жиыны. Период жоғарыдан төмен қарай, ал тобымыз солдан оңға қарай элементтердің жиыны екенін білеміз. Енді период саны жоғарыдан төмен қарай артады. Периодтық кестеде 7 период бар. Яғни жоғарыдан төмен қарай олардың саны артады. 1-ден 7-ге дейін. Бұл жағдайда атом радиусы қалай өзгереді? Соған тоқталайық. Суретке қарап тұрғанымыздай, 3-ші периодтың элементі натрийдің атомы, 4-ші периодтың элементі калийдің атомы. Бұлардың атом радиустарын қарасақ, натридке 1,86, калийдке 2,32. Осы жерден көре аламыз. Период саны артқан сайын атомның радиусы артады. Сонда мынандай тұжырым шығады. Период саны артқан сайын, яғни жоғарыдан төмен қарай, атом радиусы сәйкесінше артады. Ал енді топ бойынша атом радиусы қалай өзгереді? Соны қарастырсақ. Жалпы Менделеевтің ұзын периодтық кестесінде біз 18 топ бар екенін білеміз. 1-ден бастап 18-ге дейін. Ал қысқа периодтық кестесінде 8 топ бар, 1-ден 8-ге дейін. Енді мына суретке қарайтын болсақ, атом радиусы артып жатыр. Оңнан солға қарай. Яғни топтың саны кеміген сайын. Қысқа периодтық кестеде 8-ден 1-ге қарай, ұзын периодтық кестеде 18-ден 1-ге қарай. Яғни топтың саны артқан сайын атом радиусы кемейді. Ал керісінше топтың саны кемсе, сәйкесінше атом радиусы артады. Осыны ескереміз. Қалай өзгереді? Яғни период бойынша периодтың саны артқан сайын атом радиусы артады дедік. Мысал ретінде біз натрий мен калийді алдық. Натрий 3-ші периодтың элементі. Сәйкесінше натрий атомында 3 электрондық қабат болады. Натрий атомның радиусы дегеніміз натрий атомның ядросынан сырт қабаттағы электронға дейінгі қашықтықты айтамыз. Ал калий ол 4-ші периодтың элементі. Сәйкесінше калий атомында 4 электрондық қабат болады. Ал калий атомның радиусы дегеніміз калий атомның ядросынан электронға дейінгі қашықтықты айттық. Осы жерде қарайтын болсақ, калийдің атом радиусы артады. Сонда келетін қорытынды, периодтың саны артқан сайын, оның электрондық қабат саны артатынын білеміз. Сәйкесінше электрондық қабат артса, сыртқы қабаттағы электрон мен ядроға дейінгі қашықтық арта бастайды. Осылайша период саны артса, атом радиусы да артатынын білеміз. Енді топ бойынша атом радиусының өзгеруіне келейік. Мысалға, бір периодта орналасқан 3 элемент алдық. Бірінші топта орналасқан литий, екінші топта орналасқан бериллий, үшінші топта орналасқан бор. Бұлар екінші периодта орналасқандықтан барлығында 2 электрондық қабаттан. Енді топ саны олардың сыртқы қабаттағы электрон санына тең. Литий бірінші топтың элементі болғандықтан сыртқы қабатта 1 электроны болады. Бериллий екінші топтың элементі болғандықтан бұның сырт қабатында 2 электроны болады. Бор үшінші топтың элементі, сол себепті 3 электрон сырт қабатында бар. Енді бұл электрондар атом радиусына қалай әсер етеді? Атом радиусы топ бойынша ядро зарядының артқан сайын олардың атом радиусы кемейтін білеміз. Бұл не деген сөз? Яғни сыртқы қабаттағы электрон сандары артса, бұлар электронды беруге сараң болады. Яғни радиусымыз кішірейе бастайды деген сөз. Қаншалықты сырт қабатта электроны көп, соншалықты олардың радиусы кемейді. Топтың саны артса, яғни көріп тұрық, литий бірінші топ, 1 А топшасы, бериллий 2 А топшасы, бор 3 А топшасы. Топ саны артқан сайын
бұлардың атом радиусы кемиді. Ал керісінше топтың саны кеміген сайын атом радиусы артады. Осыны ескеруіміз керек.